Оян қазақ, сендерді ойлап мұңайып мен күрсінемін. Осы жайымды байқап сен жүрсің белім. Ақиқаттың ақ жолынан адастың ғой. Өз халқыңа тікенек, ал шетелге гүлсің елім. Гүлсің ғой сен, шетелге пайдалысың. Сол шетелдің шикізат алатын қайнарысың. Кедейленіп бара жатқан халқыңның білінбей жүр мазасыз жайларышын. Дінің қайда, тілің қайда сақталған, жастарың қайда болашаққа нық бапталған. Бисмиллах деген сөзді ұмытып көбісі, давай деген сөз болды тілдеріне жатталған. Ақиқат ғой менің айтқан сөзім, жарқырап жүрседе маңдайыңдағы көзің. Жүрегің бірақ соқыр екен, байқаған шығарсың қазағым, бәлкім бұны да өзің. Оян қазақ, ақиқатты айтайын тыңдағын, күннен күнге жалаңаштануда ғой қыздарың. Бір рет болса да соларды ойламайсың, неге сонша оларға сен мұздадың? Піспей қалған бір түйіндейсің, неге сен соларды ойлап күйінбейсің? Өздерің емес пе қызға қырық үйден тыю деген? Жоқ еді ғой бізде ұзын көйлекті қию деген. Ұзын киімнің аулы қазір алыста қалып, мода болып кетті ғой қысқа көйлек кию деген. Мода болды қыздарыңның кіндігін ашып жүруі, аузындағы сағызы көрініп айқайлап бір күлуі. Мода болып кетті ғой тағы да тырнақтарын өсіріп жалмауызша өмір сүруі. Бойға жинап шайтани лас үгіттен, мода болды тағы да жүрулер жігітпен. Білесің бе, ұятсыздық болды тағы да, батады ол менің қатты жаныма. Арсыздыққа көбісі қадам басады, бет сүйісіп ұлдарменен амандасады. Екі-үшеуі бірігіп қосылып алып өзгелерді өздерінше пішпіштап жамандасады. Оян қазақ, осыларды білмейсің емес білесің. Неменен енді рахаттан өмір сүресің? Иманы жоқ, ұяты жоқ қыздарыңды жақсылыққа шақырып, көрінбейді олармен күресің. Оян қазақ, кей ұлдарың жүр, иманы жоқ, әр етекті аңдумен. Үйінде отырмай дискотека, кафелерге қаңғумен. Ата-анасының тілдерін алмастан, ел есінде жақсы болып қалмастан, арсыздыққа самғауда қанаттар еш талмастан. Қазағым, тоқталып бір сәт қарағын, аузында темекі қолына ұстап арағын. Кіле иіскеп жүр кейбір ұлың, тым болмаса соларға дұғар деуге жарағын. Имандылықтан шынында адасып барамыз біз. Дәл осылай жалғаса берсе, онда жазылмайтын жарамыз біз. Ертең еш ойламайтын, енді толған әлде жас баламыз біз. Оян қазақ, жақсылыққа шақырудан ерінбе, көз жүгіртші кейбір имансыз келінге. Тыңдамайды күйеуінің айтқанын, ұрыс болса көрмейсің олардың қайтқанын. Өз жарымен ырылдасып ит сияқты, тілін қыштады басты қыштқан бит сияқты. Өз жүрегін әдепсіздікпен бекемдейді, бір нәрсе болса киімін жиып төркініме кетем дейді. Ерінің бар жақсылығын жоққа шығарып, саған тұрмыс құрғанымен бекер дейді. Өкінішті. Оян қазақ, қарияларың қайда жақсы сөзді айтатын, соларды тыңдап жастарың жаман істен қайтатын. Өкінішті, азайды ғой қазір ондай қариялар. Көбісінің тірліктері болып кетті адамиялар. Қалалық қариялар паркте ойнамен шахмат болып қалғандай, көбісі имансыз бір ақмақ. Имандылықты үйретудің орнына түрік сериалдарын көреді, немерелермен жатып ап. Ауыл қариялар жүр әншейін мал бағып, өткінші өмір қызығына алданып, жастық шағын есіне алып, қалыппыз ғой деп біз қазір шалданып. Ақыл сұрап жастар келетін, қариялар азаюда жақсы тәрбие беретін. Қариялар қасына деуші едік, жан қалмады ғой сол сөзге қазір сенетін. Қазағым, қайда дасып бара жатырсыңдар? Ауыздарынан өсек ғайбат босамай, кемпірлерің жүр үлгіліс жасамай. Келінін бір жамандап алады, алып келген асын тұрмай жатып асамай. Өкінішті, қазағым, саған қарап мен таң қаламын. Баладайсыңдар ғой көбісің дөңгелеткен доңғалағын. Кей қазақтардың ойларына ештеңе де кіріп шықпайды. Бұл өмірде не үшін жүргендеріңді ұқпайды. Харам суды қолға алып, өздерінше бақытты олайық деп ұрттайды. Күтетінді шығарды харам сумен қонақты, алып қойыңыздар деп алдарыңыздағы арақты. Иманынан айылған қазағым, қонақ күтуге енді арақты жөн санапты. Алып қой деп бір-бірін күштейді, қуаныш үшін 100 грамм кәне іштейді. Адамдар мәз болып соны ұрттайды, ал есекпен итке құйсақ, ол суды еш ішпейді. Тойларда әйелдер өзге еркекпен өлгенше билеседі, рахаттан ерекше бір күй кешеді, ал еркектер өзге әйелдермен жабысып, ауызба-ауыз жақындасып сөйлеседі. Оян қазақ, түйеңді жел қозғалтса, ешкімді аспаннан ізде деген өзің емес пе едің? Түзелсейші, осы біздің ертеңіміз не болады екен? Оян қазақ, көңілім жабырқаулы, ұл қыздарың қазақ саған таңыр қаулы. Оян қазақ, әлінеге жүрегің сұп-суық ызғарлы, қалың қарлы. Шетелге еліктеп имансыз болып қалдық, жайқала алмай ертерек солып қалдық. Өз еліміздің иман жолы болмаған соң, шетелдің арсыз ызғарына тоңып қалдық. Оян қазақ, көз салшы айналаңа, имандылықты үйреп жатырсың айтшы қай балаңа. Керісінше ұл қыздарың шетелге сатудасың, өз етіңді өзің қазақ шайналама. Оян қазақ, жалқауланып жатып алма, жақсылықты ала алмай қапы қалма. Өзге елдерде де біздікідей ұл қыздары шетел жаққа сатылама.
Оян қазақ, йогабашылар жүр көшеде кітаптарын таратып, крестьяндар жүр Исаны құдайына балатып, ал сен болсаң қазағым, түкті көрмей ойнап жүрсің ғой әлі қаратып. Аллах өзіне құлшылық қылулар үшін жаратты құлдарын, аруаққа сыйым жүр ғой сен кейбір ұлдарың. Өлгендер бізді қорғайды деп, тәуіптерден сәлем жолдайды деп, өте қатты адасуда, тәуіпке бармасам жолым болмайды деп. Міне, осындай ұрпағың, аузында Аллах жоқ қарияларың, өсексіз өмір сүре алмайтын кемпірлерің мен әйелдерің, жалаңаштанған қыздарың, иманы жоқ жастарың, көше кезген жезөкшелерің, кафе қаңғырып, ит ішпейтін, есек ішпейтін пиваны, арақ ішіп жүрген жастарың бар. Бұрындары біз осындай ме едік? Бұның бәрі имансыздықтың, дінсіздіктің кесірі ғой. Қазағым, жөнделші, не болып барасың сен? Жүрегімдегі әлі жазылмаған жарасың сен. Барлығына имандылықты үйретші, олай бермей ұрпағыңның ақсанасын сен. Қазағым, біз күннен күнге нашарланудамыз ғой. Осы біз қашан имандылыққа бет бұрамыз? Қазақ деген атымыздан басқа ештеңе қалмай барады ғой. Біздің мұсылманшылығымыз қайда? Кешегі қымыз, айран ішіп жүрген қазағым, бұл күні шайтанның шайын, шошқаның майын ас қылдыңдар ғой. Бұрымды шаштарыңды, жұлымды шашқа айналдырдыңдар. Тобықтан келетін көйлектеріңді, сандарыңды жалтыратып қысқарттыңдар. Білесіңдер ме? Қыз балдарын тырыстырып шалбар киген кезде, масқара, тырыстырып киген деген не? Ұялмайсыңдар ма деп қыздарыңа ұрсушы едіңдер. Қазір тырысқан шалбарға көздерің үйреніп кеткен, тіпті үйреншікті болып қалған, үндемейсіңдер. Ал бүгін қыздарың шалбардан да бетер, сандарын жалтыратып, қысқа киім киіп жүр. Қарауға жиіркенішті қыздарыңа қой дейтін қожа, ай дейтін әже жоқтығының кесірі ғой. Неге мейірімнен, ұрпақ қамын ойлаудан жұрдай болып бара жатырсыңдар? Күндердің күнде сол киімге де көзіміз үйреніп кетеді ме деп қатты уайымдаймын. Қазір осыларды тоқтатпасақ, ертең іш киіммен жүрсе де үндемейтін халге жетеміз. Жоқ әлде қыздарыңа өзгелер арам оймен қарағанын қалайсыңдар ма? Қазіргі көшеде өзінің арын сатып жүрген қарагөз қыздарың аз ба? Соның бәрі жалаңаштанғанның, еліктегеннің кесірінен болған жоқ па? Шетелге еліктеп киініп, қыздарымыздың арысы болған жоқ па? Осылардың бәрін көре тұра неге үндемейсіңдер? Қазағым, мен саған қатты таңғаламын. Имандылықтан шынында айырылыпсың ғой. Аллахтың бұйырған парыздары ойларыңа кіріп те шықпайды. Тілдерің өзгелерден ерекше жаратылғандай, намаз оқиын десем тілім келмейді деп кейбіреулеріңнің тағы да ақталатындарың бар ғой. Қазағым, имандылықтан адасып бара жатқаның өзіңе білінбейді ме? Күннен күнге не болып барасыңдар? Түсінбеймін, неге мұсылманша өмір сүргілерің келмейді? Сауық тілеп сұранба, елікпе бос ұранға, қазақтарға жеңілдік бар демеген Құранда деген сөз бар ғой. Ертең Аллахтың алдына барғанда не деп жауап бересіңдер? Күндердің күнде бұл дүниеден өтетіндерің ақиқат қой. Ақыретке не дайындық жасап жатырсыңдар? Тойға баратын болсаңдар, өлердей дайындаласыңдар. Аллахтың алдына баруға неге дайындалмайсыңдар? Оян қазақ, түзелші, жөнделші, имандылыққа бет бұршы. Болды енді, оян қазақ.